Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында чикен дайындаудың рецептін ұсынамын. Ең алдымен бізге қажет заттар: тауықтың аяқтары, тауықтың қанаттары, оның артық жерін алып тастадым. Тауықтың төс еті. Міне осындай төс етін де қолдансаңыздар болады. Дәл қазір біз осы тауықтың аяқтары, қанаттары және төс етімен чикен дайындаймыз. Біз оны ең алдымен маринаттап аламыз. Біз тауықтың етіне тұзымызды қосамыз. Одан кейін паприка қосамыз. Бұл біздің қазіргі қолданатын дәмдеуіштердің барлығын мен описанияға жазып қоямын. Соған қарап қолдансаңыздар болады. Немесе сіздер өздеріңіздің қалаған дәмдеуіштеріңізді қолдансаңыздар болады. Мен бұл дәмдеуіштердің барлығын көз мөлшермен қостым. Қызыл бұрыш және кориандр қосамыз. Енді оған сарымсақ қосамыз, яғни чеснок қосамыз. Чеснокты мен өте майда қылып турадым, осындай қылып. Енді ең соңынан біз бұған күнбағыс майын қосамыз. Көз мөлшермен қосып, күнбағыс майында енді оны араластырамыз. Міне мен араластырып болдым. Енді араластырған соң біз бұл тауықтың етін 20 минутқа қойып қоямыз, маринатталуы үшін. 20 минутқа қоямыз. 20 минут өткен соң біз келесі кезекте ыдысымызға 2 жұмыртқамызды саламыз. Одан кейін мен оны бетіне осындай кукуруз хлопьясын қолданамын аунатуы үшін тауықтың еттерін. Бұл кез келген дүкендерде немесе супермаркеттерде сатылады. Арнайы чикенге арналған осындай хлопья. Енді тауықтың етін, кез келген бір етін алып, осыны дәл қазір біздің кукуруз хлопьямызға және жұмыртқаға аунатып жасаймыз. 2 жұмыртқамызды шанышқының көмегімен жақсылап араластырамыз. Тауықтың етін алып, оны жұмыртқаға аунатамыз. Одан кейін оны кукуруз хлопьясына аунатамыз. Кукуруз хлопьясына аунатқан соң, енді оны тағы да жұмыртқаға аунатамыз. Осылай 2 рет қайталаймыз. Сонымен біздің тауықтың еті осындай дайын болып шығады. Енді дайын болған осы тауықтың еттерін алып, біз бөлек тарелкаға қойып, қалған тауықтың еттерінің барлығын дәл осылай жасаймыз. Кез келген тауықтың төс етін, аяқтың еттерін немесе қанаттарын алып, дәл осылай 2 рет жұмыртқаға аунатып, 2 рет біздің панировкамызға аунатып, осылай біздің тарелкамызға қоя береміз. Міне мен барлығын осындай аунатып болдым. Осындай болып шығады. Міне қараңыздар, осындай болып шығады. Кәдімгідей өте дәмді болып шығады. Енді біз бұны алып, енді қызып тұрған майға қуырамыз. Яғни осындай тауықтың төс етін алып, қызып тұрған майға қуыратын боламыз. Міне ол осы қызарған соң, оны вилка шанышқымен бөлек алып, оны біз осындай салфеткамыздың үстіне қоямыз. Майының барлығы салфеткаға сіңуі үшін. Біздің чикеніміз дайын болды. Үй жағдайында дайындалған чикенге мүлде ұқсамайды. Дәмі өте дәмді болып шығады. Және де бұл чикен өте керемет болып шықты. Кәдімгідей 22 наурызға қарсы жасалынған рецептердің ең керемет рецептінің бірі болды деп өзім санаймын. Кәдімгідей арасы толық піседі. Кәдімгідей қытырлақ, дәмді болып шығады. Егер де сіздер видеоны толық қарасаңыздар, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жібек. Келесі кездескенше, қош сау болыңыздар.